Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Сіздермен бүгін қазақ тілі 4-ші сынып 20-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы мәтін түрлері. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Сабақтың соңына дейін лайк басып, подписка кнопкасын басып, мұқият қарап отырамыз. Ендеше мәтінді оқы. Мәтінде не туралы айтылған? Қант пен тас. Кішкентай Болаттың қолындағы бір шақпақ қант байқаусызда жерге түсіп кетті де, домалап барып, сонадай жерде жатқан тасқа соғылды. «Шекең ауырды ма?» деді тас масаттанып. «Өзің келіп соғылдың ғой, ауырған жоқ», деді қант ақырын ғана. «Мен байқаусызда саған соқтығып қалдым, соғанда мақтанасың ба?» «Мақтанбағаным ше, бұдан былай байқап жүр, менің денемнің шойындай қанатты екенін біліп қой». «Оның несін айтасың?» деді қант. «Әркімде бір қасиет бар, сен қатты болсаң, мен тәттімін. Ендеше білсең айта қойшы», деді тас. «Қатты жақсы ма, тәтті жақсы ма?» Бұл екеуінің сөзін тыңдап тұрған Болаттың атасы күліп жіберді де, негізінен тәтті жақсы, бірақ реті келгенде қаттының да қажеті бар, деді. Ахмет Сарбобин. Ал мына жерде кішкентай Болаттың деген кіріспе бөлім, ал мына жерде абзацтан басталып тұрған «шекең ауырды ма» деген негізгі бөлім. Бұл екеуінің сөзін тыңдап тұрған Болаттың атасы күліп жіберді деген қорытынды бөлім екен, балалар. Ал бұл мәтіннің қай түрі? Мәтін бөліктерін тап. Сұрақтарды жалғастыр. Бірінші, неге тәтті жақсы? Екінші, қатынның қандай жақсы жақтары бар? Үшінші, Болаттың атасы не деп жауап берді? Төртінші, Болаттың қолындағы қант қайда түсіп кетті? Сұрақтарға жазбаша жауап бер. Пайымдау мәтіні. Ал келесі 24-ші тапсырма, суреттерге қара. Оқиға неден басталды? Оқиға қалай өрбіді? Әрі қарай не болды? Немесе немен аяқталды? Әңгімелеу мәтінін құрап жаз. Ол үшін өңірдегі әңгімелеу мәтінін құраудың нұсқаулықпен бақылап ал. Алмас пен Марат көбелек қуып ойнап жүрген. Кенеттен жерде жатқан торғайдың балапанын көрді. Марат балапанды ұясына жатқызады. Оны көрген торғай шиқылдап рахметін айтты. Марат пен Алмас оларға қызықтап қарап отырды. Келесі әрі қарай 25-ші тапсырма, суретке қара. Қай құс бейнеленген? Қарлығашты сипаттау үшін бірінші оның ерекше белгілерін анықта, екінші сипаттау дәл әрі анық болу үшін қандай сөздерді пайдаланатыныңды ойлан, үшінші оған көз қарасыңды білдіруді ұмытпа. Қайсысы шешімді табуға бағытталған сұрақ деп ойлайсың? Ойыңды дәлелде. Қарлығаштың түсі қандай? Қарлығаш ұясын неге үйдің ішінен салады? Қарлығаш неге қыстан қалмайды? Қарлығаштың тұмсығы қысқа, тұмсығының түбі кең, езулерінің арасы ашық, қанаттары жіңішке әрі ұзын, дене бітімі ерекше сымбатты, саусақтары қысқа әрі әлсіз жерде жүруі ебедейсіз. Қарлығаштың қауырсыны тығыз, жотасы қара түсті, жылтыр сырты түрінен еркегі мен ұрғашысының айырмашылығы байқалады. Дене тұрқы 9-23 см, салмағы 10-60 грамм. Қарлығаш құсы адам баласына дос, үйге ұя салуы тек қуаныш алып келеді. Ал келесі 26-ші тапсырма, мәтінді оқы. Сипаттау мәтіні не, әлде әңгімелеу мәтіні ме? Боданбек пен Шоғанбек үйлемелі, сүйдемелі. Екеуі бірге туғанымен пішіндері де, мінездері де екі басқа. Боданбек аққұба өңді, жұқалтаң қағылез, ал Шоғанбек жалпақ бетеу, тотыққан қызыл қоңыр, шұп-жұмыр төрт бақау. Боданбектен жасы үлкен болса да бойы 3 елідей аласа. Боданбек елгезек, жан-жануарға жаны ашығыш, күшік көрсе де мысық көрсе де тимейді, қынсылатып ұрмайды, құйрығынан сүйреп быжылдатпайды. Жәнібек Карбозин. Бұл сипаттау мәтіні. Екі баланы салыстыра сипаттауда қандай сөздер қолданылғанын, олардың пішіні мен мінезінде айырмашылық бар ма? Қарамен жазылған сөз сипаттауда қандай рөл атқарып тұр?
мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып көр. Үйлемелі, сүйелмелі, ақ құба өңді, жұқалтаң, қатыгез, жалпақ, беті тотыққан, қоңыр, қызыл қоңыр, жұп-жұмыр тұртпақтау. Олардың пішіні мінезінде айырмашылық бар. Қарыммен жазылған сөз сипаттауда қандай рөл атқарып тұр? Ал сөзі екі затты немесе адамды салыстыру кезінде қолданылады. Мысалы, Арман өте ақылды бала, ал Аян өте бұзық. Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып көр. Бірінші, Боданбек пен Шоғанбек екеуі бірге туса, бір-біріне ұқсай ма? Екінші, Боданбектің түрі, мінезі қандай? Үшінші, ал Шоғанбек қандай? Төртінші, Боданбектің ерекшелігі қандай? Ал келесі 27-ші тапсырма кестенің көмегімен сипаттау мәтіннің ерекшеліктері тақырыбында хабарлама жаса. Сипаттау сан не құбылыстың негізгі белгілерін көрсету. Сипаттау сипаттаудың атқаратын қызметі затты немесе құбылыстың әсерлі етіп бейнелеу. Сипаттау түрлері пейзаж көрінісін, портретті, интерьерді, адам мінезін сипаттау. Сипаттау құрылымы затты, құбылысты әсерлі етіп көрсету, негізгі белгілері, қорытынды. Сипаттау мәтіні қандай, қай сұрақтарына жауап береді? Мысалы, қандай? Әдемі, қандай? Ақылды. Ол затты, құбылысты әсерлі етіп көрсетеді. Оның әсері қандай? Түрі қандай екенін көрсетеді. Мысалы, егер пейзаж көрінісін көрсет деп айтса, пейзаж әдемі немесе жаман екенін жазу. Табиғаттың түрін сипаттау деген сөз портретті десе, ол портретте тұрған адамды сипаттау. Адам мінезін десе, ол шыдамды, сабырлы немесе сабырсыз, шыдамсыз екенін жазу. Ал балалар, осымен біздің сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.